Қосылды ма? Кино сүйер қауым, біз Батыс Қазақстан облысындағы алғашқы балалар кино студиясымыз. Сіздер бүгін біздің тағы бір тамаша туындымызды көруге келдіңіздер. Сіздер бізді қолдасаңыздар, біз таң қалдырудан жалықпаймыз. Ендеше экранға сәл жақын отырып тамашалаңыздар. Міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Айтпақшы, бұл балалар киносы екен, ұмытпаңыздар. Жазсам болады. Былай дешеш. Жұлдызда аспан, айлы түн, бетінен сүйдім қайырлы түн. Бә, қазір күндіз ғой? Солай бірақ. Тоқта, онда былай деп. Ашық аспан, ыстық күн, бетінен сүйдім қайырлы күн. Бершкен. Ох, йо. Досым, ана жазуың қате ғой. Ана қыз түгіл. Қайта оқысаң өзің түсінбейсің ғой. Қазір дамыған заман телефонмен жазсаң. Тиіспе жаза берсін. Жүрек деген қағазға жазып берсең жүрекке жетеді. Ойбай. Ана жазуың тіп-тікке жүрекке барады деп айта алмаймын. Ал жақсы. Он сағың айтып жүр. Үлкен ағам. Үлкен ағаң әлі үйленген жоқ қой, білесің бе? Махаббат дейді ғой. Маған хат жазуды үйреткенше басынан бастап әріпті үйретпейсің бе ма? Ой, қойшы. Аңсар, қаладан ауылға көшпеуге болмай ма? Ойлаш, қанша жылдан бері театрда жұмыс істеп, енді жақсы рөлдерді алып көтеріліп келе жатыр едім. Алдындағына жылдың үздік актрисасын алдым. Ертең жақсы киноларға түсіп жатсам жақсы емес па? Пожалуйста, Аңсар, апам да қалада тұруды көндірейікші, а? Ай, оған Райхан апам көнбейді ау. Шал кеткелі қара шаңырақ тастамаймын деген. Кім, жолыңа қараш? Білем ғой, өз шешем ғой. Осы ма естігің келгені? Айттым ғой мен саған, талқыланбайды. Иә, құрметті тыңдармандар, тақырыптан алыстамайық. Балалық арман орындалды ма деген тамаша тақырыпта екенімізді есте саламыз. Жалпы адамдар балалық арманға жетіп тұрып, қол үзіп жатады. Осыған орай қонағымыз бар. Бала мен творчестволық деген. Радионы ауыстырасыз? Радионы? Арман-ай, тым алысқа әкеттің ау сен мені. Қайғыма қуаныш па, әуре боп жүрмін бәлде. Ай, қыздар, бәрі дайын ба? Реттедіңдер ме? Шай қоюлы ма? Ой, пырмай, бісмілі. Ау. Ағам мен жеңгем ауылға расымен бір жылы келе жатыр ма? Иә, қызым. Енді ағаң мен жеңген қасыңда болатын болды. О, Райхан апа, енді келін жұмсап, қолыңыз заратын болды ғой? Шүкір. Не олай дейсің? Кешіріңіз. Мен жай ұлдайдың қолы босайтын болды ғой деп. Ой, менің ұлдайым бір қырып шаруа жасап жатқандай.
Менің қызым деген ол осы үйдің ханшайымы ғой. Ботақаным, сол қошақаным, менің. Анашым, ал, кішкентай қыз емеспін ғой. Өз жаным сол. Енді неғып тұрсыңдар? Қане шаруаларыңды реттеңдер. Кім едіңіз? Ханшайым, ерке ханшайым. Олдай деген ханшайым қалай болады екен, Не олай дейсің? Қарға баласын аппағым десе, кірпі баласын жұмсағым дейді. Ой, я. Осы мақалдамасам болмай ма? Әні келді. Олдай ханшайым. Аған келді. Анашым, жаным, қалайсыз? Аманбыз өздері қалайсыңдар? Немерем қайда менің? Немерем қайда? О, қошақаным, ботақаным, ал ботақаным. Сәлем бердік. Көп жаса қызым. Қалайсың? Құшақтап алайын тұра тұр. Қалай жеттіңдер? Жол жақсы ма екен? Не қылса, ішке қарай кіреміз, әлде дастарханды осы жерге әкелейік па? Шынында да не қылып тұрмыз? Қане, ішке кіріңдер, төлетіңдер, жүр. Қыздар, ана заттарды алыңдар. Жүр, балам, сен осылай өзің кіре бер, мен сенің аяқ киіміңді шешейін. Ал, мінекей, ыстық ас келді. Қане балаларым, қош келдіңдер. Барымен тамақ алып отырыңдар. Бұл менің ұлдайымның пісірген асы. Қарындасым өсіп қалыпты. Жарайсың. Қолың дерт көрмесін. Жанымның ыстық жалыны. Ұйқыдағы оянды. Каска қайда? Қалайсың қызым, кел. Жақсы. Апа, Арман мен Ансар қайда? Әне есік алдында жүр. Бағара ертемен тұрып, шайларын ішіп алған. Апа, ренжімен үш ұйықтап қалдым мен. Жоға, сен демалсын деп өзім оятпадым. Рахмет апа. Жарайды, кәне, шаруаңды істе, сонан кейін асықпай шайыңды ішіп аларыз. Олдай, жеңген ерке келді. Қош, онда тұрған бар. Актрисалар ерке болады деп еді. Рас екен. Жеңге. Ау? Сіз сонда шынымен де актрисасыз ба? Я, неге сұрадың? Күшті. Сонда қалай? Олдай, маған оны тауып бер деп сөйлейсіздер ма? Жоға, неге бірден сөйтіп ойлайсыңдар? Керісінше актриса деген шынайы сөйлеу керек, өмірдегідей. Негізі мен де актриса болғым келеді. Бірақ мама қарсы. Қош. Қайдағы жоқ мамандықты таңдап деп. Ертең бұзылып кетесің, анау мынау қысқасы қарсы. Әйтпесе менен күшті актриса шығады ғой негізі. Сен мені Ештеңе етпейді. Аңсар келіп қалшы, қашан келдіңдер? Сама. Қалайсыңдар? Жақсы. Ай, жақсы болды келген. Маман қайда? Мұндамын. Ой, Райхан, қалайсың? Шүкір Аллаға. Ай, бүгін контор жаққа келмедің ғой. Ай, уақыт бар ма? Көрінбейік, балдарым келіп жатыр. Ай, дұрыс болған. Әлгі Сәлиманы айтам да. Сататын заттарын әркімге үлестіріп, ең соңында енді ақшаларын жинай алмай, зарға ақсап. Енді? Ай, соған, сауда, не керек десейші, Иә. Райхан маған оқтауыңды бере қойш. Ас салып бір іңкәл жаза қойын дегем. Іште қыздар бар.
солардан алшы. Бар ма? Ай, бере қоя ма мен сұрасам? Берет, алсаңшы енді. Келін. Сәлем берген ағай. Қалайсыңдар? Оқтау бере қойшы. Берсінші. Кешке дейін абаттан бер жіберем. Қалайсыңдар? Сарқыз сен ауылсың. Жүр үйге. Маған көмектесесің. Кешеге де әлі жоқ. Не? Қайтпа үйге. Айтпақшы, бұл кісі мен мамам. Иә, көрініп тұр. Ұқсаймыз ба? Иә. Я бәрі солай дейді. Сен маманы тартқан жайлы қыз екенсің деп. Қой, мен кеттім үйге. Көрсеміз ғой қыздар. Осы қыздың қасында жүрген сендердің миларың мықты екен. Ой, үйреніп қаламын шенге. Келінге не ғой? Мама 2 жұмыртқа сұраған. Райхан апа, мама қорытты, ұн сұрап еді. Ой. Райхан апа не ғой? Ой, Енабат. Осы сен не қойыңнан қорқам? Тағы не ол? Жай өзім ғой. Қызым тәк. Айта ғой, не керек? Не ғой? Мама аз-маз картоп сұраған еді. Ала ғой. Айттым ғой. Пияз керек емес па? Жоқ, пияз үйде бар. Рахмет, пока, ертең келем. Нағылшысына осы бешбармақты біздің үйін жей салмады ма? Сұраса жасап береміз ғой. Қой қызым. Өйтіп көңіліңді тарылтпа. Болмай қалған шар үйлерінде. Қолыңда бар болса көмек қыл. Кең болсаң кем болмайсың деген. Оның үстіне көрші ақысы, тәңір ақысы деген бар. Қандай да бір жағдайда ең бірінші болып көмекке көршілерің келеді. Сондықтан көршілермен арадағы қарым-қатынасты ешқашанда суытпа. Ой, менің анам алтын ғой. Маралдың қасында жүрсе, мақалдап шығады. Ай, қызым. Айтпақшы, Марал қайда? Марал ауылына кеткен. Ата-анасын сағынған шығар. Ауылдарындағы мектепте балдар азайып қалып, жабылып қалыпты. Біздің үйде жатып оқып жатыр. Барып келсін, сағынған шығар. Қане, тездетіп кешкі асты дайындаңдар. Демалайық. Таңертең ерте тұруымыз керек. Тұр. Мама, Сити центрға барайықшы. Барамыз. Жаным менің. Ботам. Бота ханым, ауылда қаламыз, Ауылда атқа мініп ойнаймыз, Апырай, Батырым бені. қазіргі жастар тек балдарын еркелетіп бөліп бара жатыр. Таң қалам. Кезінде біз үлкендердің көзінше баланы еркелетпек түгіл иіскеуге қысылатынбыз. Арманжан, жүр, әжеңнің қасына жат. Ой, ботақы, менің қошаққан. Ой, ол деген. Жүр, кеттік бәрі. Ай, қарағыз, жүр менің жаныма жат. Марал жоқ, қорқпайсың ба? Жоқ, анашым қорқпайым. Қорқпайым, жүр онда екеуміз де қорқпаймыз, Жүр. Сағыныш, сәлем, қалайсың? Ауыл қалай? Бізде театрда бәрі жақсы, сенің рөлдеріңді Раушанға берді ғой. Айтпақшы, бір айдан соң жаңа режиссер келеді, Алматыдан. Соған үлгерші. Ансар, пожалуйста. Апамды қалау көшіруді көндірейікші бір нәрсе қылып. Сағыныш, біз сөйлестік қой. Апам көнбейді бәрі. Менің арманым ше. Арманды басқаға айырбасты. Қалай? Мысалы, осы ауылдың ең сүйікті келіні болуды. Ауылға деген махаббатымды оят. Ой, сен білесің ғой, мен үйде отыра алмайтынымды. Ішім пысып кетеді. Отырма. Не істеймін мен? Жұмысқа шық. Қайдағы жұмыс? Дүкенші бол. Дүкенші? Кетші. Бір соңында жұмыс істейді ойнамай. Таптым. Тұршы, тыңда мен. Қара.
Мен ауылдың адамдарын жинап алам да, халық театрын құрам. И сосын қойылым қоям. Ей, не болды? Сен бе? Енді кім? Біздің ауылдан? Қай жерде енді? Кім ойнайды оны? Адамдар ойнайды, кім ойнайды емес? Куба ма? Ей, бергіші. Таксист Мора? Апырау Сәрмірк. Қала бармайсыз ба? Срочно. Бармайсыз ба? Жақсы. Жүрдіңдер қалаға, ей? Нағып жүрсіңдер ауылда? Әлде Сашка ма? Мен танымайды екен олар. Сонда сен, ой, кім ойнаса да бәрібір емес пе? Маған сенбей тұрсың ба сонда? Мынау сказка енді. Сказка емес. Хорошо, давай келсек. Егер де мен адамдар жинап, қойылым қойсам, сен апамды қалаға көшуге көндіресің. Ал егер қолынан келмесе, онда өмір бақи осы жерде қызмет етемін ауылға. Ал Арманжан, су дедің, су іштің. Енді ұйықта. Қане, көзін жұм. Әже. О, құншағым, не болды? Кіштейм. Ой, тоба. Мана неге айтпады? Бар тұр, әкелейін. Келістік па? Келістік қой? О, Әке, балам, как раз давай, кел, қолымызды кес. Енді осыдан кейін ойланып қалдым деген болмайды, түсіндің ба? Не? Ой, өзінше. Көрде тұр осыдан кейін. Инабат, адам шошыттың ғой, таң атпай не істеп жүрсің? Олдайды апамды ұйықтап жатыр әлі тұрған жоқ. таң атпай? Жеңге, ауылдатан баяғыда атып кеткен. Ақырын сөйлесейші. Сосын Райхан апа да ұлдайда сыртта жүр ғой. Қалай? Солай? Сыртта? Жаным, келдің бе? Иә. Ауылдың малын апарып қостың ба? Иә, апа, қостым. Неге? Бүгін кімдер бағып жатыр екен? Бүгін Аман ағаны балдар бағып. Мана шаныларды апарып сосын суарарсың, жарай ма? Сәлем бердік. Қай уақытта тұрып алдыңыздар? Ерте тұрдық. Біз Алла таңмен жарысып тұрамыз ғой. Жүріңіз шай ішейік. Жоқ, айналайын. Біз ертемен тұрып шайымызды ішіп алғанбыз. Ана күйеуіңді оятып, өздерің іше беріңдер, жарай ма? Жақсы. Не қойылды? Маған ауылдың мәдениет үйін көрсетіп жүресің ба? Жеңге, ренжімеңіз, бүгін қолым бос емес. Ералы, Асланмен бірге шығасың ба? Ой, қойш, брат. Сенікі баққаны төбелестіру екен. О, жігіттер. Мәдениет үйі қай жерде екенін айтып жүресіңдер ма? Мәдениет үйі ма? Иә. Мәдениет үйі деген біздің үйдің қасында ғой. Ал сенің үйің қай жерде? Менің үйім мәдениет үйінің қасында. Жақсы, мына жол қайда барады? Мына жол ешқайда бармайды. Бұл ауыл болып құрылғалы жатыр ғой. Дым күлкілі емес. Сен кімнің үйіне келдің?
Аңсардың үйіне келдім. Аңсар? Қай Аңсар ол? Сағыныштың күйеуі. Сағыныш деген кім? Аңсардың әйелі. Өштің бе? Аңсар. Қарғам ау қайдан келдің, қайдан көрдің? Ақ үрпе балапаны сайран көлдің. Жанымды жазалама, мазалама. Жеңілген махаббаттан майдан көрмін. Адал сезім алдамай, асау жүрек жанғанай, жылап қалған қалқаны, еске салдың қарғаны. Арман, арман, арман ай. Саламатсың ба? Саламатсыз ба? Сіз кімді іздеп жүрсіз? Мен осындағы шаралар жөнінде кіммен сөйлессем болады? Маған айта берсеңіз болады? О, сіз ұйымдастырушысыз ба? Иә. Жақсы болды ғой. Менің есімім Сағыныш. Осы ауылға енді уақытша келген ғой. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді осы ауылдың адамдарымен бірге бір қойылым қояйын дегем. Менің есімім Берік. Халық театры ма? Иә. Сіздерде бар ма не? Халық театры ма? Иә, біздерде бұрын болған. Қазір жабылып қалды ма не? Сол соңғы рет 99 жылы ойнады деп естідім. Сіздерде музыканттар бар ма? Иә, айтсаң мен қосам ғой, иә. Сонда сіз ұйымдастырушы әрі музыкантсыз ба? Енді солай болып тұр ғой енді. Маған көмектесе аласыз ба? Әрине көмектесем ғой. Жақсы болды. Енді мәдениет үйінің басшысымен кездесіп рұқсатын алсам екен ғой. Қалай ойлайсыз, берем екен? Рұқсатын берді. Енді ол кісі өте адамгершілігі мол адам. Оны қайдан білдіңіз? Мен ғой. Түсінбедім, кім? Бастық. Сіз? Иә. Рахмет. Айналайын. Ансар, осыдан көрде тұр. Қойылымға дайындықты бүгіннен бастап кетем. Сашка! Сашка! Сағыныш дегенім ғой. Әлі отырсың? Адам жоқ. Түске дейін келмеген адамдар енді түстен кейін келмейді. Мен мына клубты жауып, үйге барып тамақ ішуім керек. Жақсы. Саламатсыз ба, апай? Сіз
театрда ойнағыңыз келмей ма? Жоқ. Саламатсыз ба? Аға? Ағау! Саламатсыз ба? Ойбай, не? Неғып тұрсың? Сіз театрда ойнағыңыз келмей ме? Тоққа соғылатын жай жоқ. Бар сары қарай. Жеңге, қалайсыз? Сәлем, Олдан. Сен не істеп жүрсің, Машна? Жай, достарыммен серуендеп. Мені қойш, сіз ше ауылдың шетінде жалғыз өзіңіз не істеп жүрсіз? Қаланы сағынып қашып кетейін деп жүрген жоқсыз ба? Қандай әдемі аттар? Анау кім? Досым ғой. Оның атын сіз мініп көрсін деп сұрап алдым. Досым? Ой, жеңге қойыңызшы. Жай ғана досым. Ауылдың жастары рахат, атқа мінеді. Басқа ауылдарды білмеймін жеңге, бірақ біздің ауылдың жастары да, үлкендері де атқа жиі мінеді. Негізі атқа мінген рахат қой. Таза ауада ойың сергіп, өзіңді нағыз еркін, тәуелсіз адам сезінесің. Білесіз бе? Біздің ауылдың бүкіл үйлеріне интернет жалғанған. Бірақ телефонға телміреп жатырған бала жоқтың қасы. Бос уақытымызда осылай атқа мініп серуендегенді ұнатамыз. Кезінде әкем айтады. Шеге тағаны ұстайды, таға атты ұстайды. Ат ерді, ал ер елді ұстайды. Сондықтан ауылымызда атқа міне алатын жастардың көп болғаны жақсы. Сен сөзге шебер екенсің ғой? Жарсамыз ба? Көрейік. Қалайсыңдар? Не оқып? Нешін шақырыңдар? Ұлдай, қош болып баста ұрып жүрдің ғой. Қыздар, Сендердің көмектерің керек. Ойлайым деп, сөмекін қашты. не істейік? Шай қайық па? Бесік жырын айтайық. Ой, Инабат, қош болды, ойынсыз. Мен бүгін жеңгемнің көңілсіз күйін көріп қатты аяп кеттім. Бекер көмектеспедім бар ғой. Білесіңдер ме? Жеңгем нағыз өнер адамы сияқты. Ол біздің ауылда тұра алмайды ау. Сол үшін жеңгеме қойылым ойына көмектессек. Қалай? Ой, осы ма сенің әлі бері шауып айта алмай жүргенің? Қызықсың сен ше? Болмайтын нәрсені проблема қылып шешіледі ғой. Мен бір ұйықтай алмай жатырмын дегенге түсінегі біреу көріп жүрме екен деп дәретіңді алып, білетінді оқиын деп жатсам. Мына мың бір мақал нағып ішін айтпады, нағып аузын буған өздей. Үндеме отырсың, айтшы мақалдарыңды. Жаңбыр жауса жер басып қалады деп па, бірдеме дейтін едің ғой. Набат, Алдай ойымды маш бекерге.
Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамас дейді. Шешіледі. Айттым ғой, келді ғой. Қойылымда қойылады. Жеңгемнің арманды орындалады. Арман орындалады дегенде кетпесін ешқайда. Қалсын ауылда жарым ба? Осында суға батсың, үстіне тас түссін ба? Қалай еді? Ыстай батып судай сынсын дейді. Қысқасы қыздар, сендерге сендім. Онда ертең таңертеңнен бастап жеңгеме қоштар жинап берейік. Ол үшін шақырдыңдар ма? Қызықсың сенше? Болмайтын нәрсе. Қой жеме қастарына қонам. Кім? Мен бір мақал. Өтініш саған. Ұйықтар алдында кітап оқымаш. Ана мақалдардың түнімене құсырап айтып шықтың ғой. Жоқ, түс. Сенен басқа кітап оқитын адам бар ма? Ой, қайсы мен салайын? Бар! Не? Марал, сен бар қазір. Ей! Не істейсің? Сонда сұрап етпесеңдер? Сын айта? Мә, сен шашпадың да? Ұлдай, ат қайда? Ұйқылай жүріп, айырылып қалған жоқсың ба? Жоқ, демалсын деп жібердің. Дұрыс бопты. Әйтпесе көп мінсе, бүйтіп жүрсің. Ой, одан жоқ қыздар. Шаруа кірсек. Үшеуміз үш жақтан уақыт өткізбес үшін өнерге қызығушылығы бар балалар мағалар жинай берейік. Кеттік, қабырам. Кімнен бастасам болады? Кім бар өзіңері жақын? Таптым! Сіңілім қалайсың? Апанды шақыршы тез. Қай апам шақырайын? Мә, сендер үйде 5 қыз екенсіңдер ғой. Барлық апан шақыршы. Ойландаршы қыздар, ертең сендерді бүкіл ауыл танитын болады. Сіз де таниды ғой. Ауыл кішкентай емес пе? Басқа арнан таниды дегенім ғой. Сонымен қатар өздеріңе жақсы емес пе? Басқа ауылдарға шығасыңдар, қойылым қоясыңдар. Ол үшін бізге сонда ақша төлей ма? Меңді қыз. Қойш, бұл қатыспай-ақ қойш, рахмет. Не? Жай сұрап жатыр қой, не болсын шама? Сұрамашы, не істейсің? Күнсұлу қатсам, мен қатсам. Нұрсұлу қатсам, мен де қатсам ғой. Айсұлу мен Күнсұлу қатсам, мен де қатсам ғой. Кім? Солар тоқтаңдаршы. Бұл анау қатса қатсам деген эстафета емес қой. Кімнің шын қызығушылығы бар, соны аламыз. Мүмкін бізден аппақ қатсар. Айсұлу, шай қойдыңдар ма? Қазір қойғалы жатырмын. Ей, әлі жүрсіңдер ма? Болсаңдаршы, папа ренжиді ғой. Енді мұндайына бат келіп, театр дейма бірдеңелерді айтып. Мәл керек болса, мен сен жаққан отыңды үрлеп өшіп тұрыппын ба? Қызықсың? Қой, сен қате адам екенсің. Қалайсың? Күшті өзің қалайсың? Аппақ шынымен ағарпассың. Қойшын ба? Мен де крем жақ жуынғандай. Қараны ағартатын, ақты жоқ қылатын. Сондай крем қолданып жүрмін. Африкада жаңа хит болып отыр дейді ғой, аласың ба? Қойқышын. Құдайға шүкір ақпыз, сен қасында. Қысқасы, театрға қатысасың ба? Ұлдайдың жеңгесі ауылдан театр ашып жатыр. Қыз басыңмен май-май болып жүресің ба машина ондап? Театр нес? Сен де айттың ғой. Мына қолдар кілттен басқа ештеңе ұстамаған ғой. Оның үстіне ондайтын машина көп. Ана Марат ақаның подшипнигі шашылған, Ерланның гранаты кетіп қалған, еще Қасым ағаның генератор тоқ бермей тұр. Мә, сабақты неге өйсті оқымайсың? Ойланып көрш, май-май болып жүргеннен жақсы ғой. Ой, я, еріп жүрмейм мен саған. Папаға көмектесіп жүрмін ғой мен. Мама-ау, алтышсын бауыр пиғып алып келш. Ұлдай? Ау.
Қалай қыздар? Біреу таптыңдар ма? Иә, мен 5-6 қызбен сөйлестім. Ойланамыз деген жерде болды. Бөлінгеніміз болмайды. Бүгінше демалайық, ертеңнен бастап бірге істесек. Сөйтсек онда. Ай, балам, не істеп отырсың? Жеп үлгересің. Одан да бар, қойларыңды шығаршы. Марал, тез не істеп кеттің? Шықтым, күтіңдерші. Қазір бар ғой, таспақа десе ренжит бар ғой. Ойя, сен дейсің бе кішкентай нәрсеге ренжитін? Жоқ, енді сонша ұшырап не болды? Бәрімізден ерте тұрдың, соның өзінде жай шықтың. Жоқ, сонша қайда асығасы? Біле білсең, асықпаған арбамен қоян алады деген. Кім? Арбанда, қоянда өзіне шаруаға кірсекші. Айтудан шаршамайды екенсіңдер. Одан да неден білсем соны айтыңдаршы. Мен білем. Айтпақшы. Тағы не болды? Райхан апа Арманды алып кетіңдер деген. Ол қайда? Арман! Жүніс кеттік. Ақсерек, көксерек, бізден сізге кім керек? Болмайды ғой. Мынаны уж 4-ші рет шақырып атсыңдар ғой. Бегарс, мен сені жібере алмаймын. Жібер. Мен шақырсам мен неге бар? Мен неге шақырмайды? Сен кішкентайсың ғой. Ана қолдарын астына өтіп кетесің. Барамда біреуін алып келем. Әкел сонда қала. Дәмесінің зорын. Сен жалпы айнаға қарайсың ба, Сөйтпеш. Бұлыңдашы, беғара шығыш. Көрейді. Ой, болмайды ғой. Сендер не осылайсыңдар? Қойыңдаршы, ойнамаймын. Қыздар жүріңдерші, одан өзіміз ойнайық. Бегарс. Осы біздің қыздардың планетасы төмен, да? Жоқ, енді қараш. Не ойнан ау? Осы жаңа бірге ойнадық қой. Шілей резинка ойнап кетпеген жармыз. Басқа қыздар ұсап, тик-ток түсіріп, телефон көрмей ма? Бірақ ауыл десең осы. Ералы, негізі осы ойың бар ғой, мүлдем қате. Қарашы, қандай әдемі жарасып тұр. Біздің ауылдың қыздары тик-ток түсірмейді емес, түсіреді. Бірақ орнымен. Керісінше, ауылдарға осындай ойындар керек. 7-8 оқитын қыздардың телефоннан түспей, ана жігітпен бір, мына жігітпен бір сөйлесіп жүрген жақсы ма? Балалығын балалықпен өткізген адам бақытты. Олар таза бақытты қыздар. Ал ауыл туралы айтқаның, ол мүлдем қате. Себебі біздің ауыл ең мықты ауыл. Әкем біздің ауылды сақталған ауыл деп жиі айтады. Сондықтан қалаға оқуға асықпаңдар дейді. Досым, ауыр айттың ба дедім ғой. Маған тик-токқа түсіріп сал жіберсе, хит боласың. Ауыл туралы ауыр айтқан бала деп па? Жоқ, сенің сөзге шешен досың деп па? Жос кетеді. Сәлем, қалайсыңдар? Қанжылым, сендер? Қайнап тұрқ. Кілең қыздардың арасында екеуі не істеп жүрсіңдер? Балдарға баратқанбыз. Сол жолай қыздарды көріп қалдым. Балдар қайда? Ауылдың сырт жағында. Бізге балдар да керек та. Көп па кімдер бар? Бәреді ана Сарко бар, соны білем мен. Ана Аза бар,
пәшөк бар, сосын сары бар, Малыш бар. құлақ бар. Сендер ше? Ол менен Қытай. Оныкini құлағы менікінен дәу, пелмен құлақ таза. Жұрт тесікке қарап күледі деп ше. Жақсы онда сендер бара беріңдер, біз қазір арттарынан барамыз. Не екенін айтпадыңдар ғой. Пайдасыздарды ауылдан шығарайын деп жатыр дейді ғой. Кетіп қол жүрме. Сен өзіңе қаралшы, ана құлағың туылғаннан емес өтірікті айтып лапшаны іліп дәу болып кеткен білесің бе? Кеттік құрсын. Кетті. Инабат, сен неге үнемі осылай жағаласасың? Соны айтам. Қазір менің кезегім еді ғой. Сендерге не болды? Ойынға қойын. Инабат, қош бол. Қыздар. Сен өйтсем керек. Жеңгем актриса еді ғой. Сол ауылдан театр ашып қойылым қойғалы жатыр. Соған қатысып көрсеңдер. Қандай қойылым болған жатыр? Әзірге белгісіз. Оған бойымызда өнер болу керек қой. Бастысы қызығушылық болса болды ғой. Өзі көмектеседі. Барып көрейік онда. Иә, бамыстан көрейік, несі бар? Егер өтіп кетіп жатсақ, сабақтан сұрап алатын шығар да. Ескертетін шығар, немесе сұрап болады. Да, қыздар, бәрің барғалы жатсыңдар ма? Соны айтам, Дана, бізде барайық. Одай, бізге бола ма? Әрине, сендер келіп көріңдер, сосын жеңгем өзі керектерін таңдап болады ғой. Онда бізде барамыз, е? Иә, Барамыз. Рахмет көп-көп. Онда ертең түстен кейін мәдениет үйінің алдында күтеміз сендерді. Қыздар, кеттік балдарға. давайте. Үш кеттік. Ну. Арман не істейміз, шаршайды ғой. Соны айтам, өзі сары одан сайын сап-сары шықты. Шаршадың ба? Чуть-чуть. Не дейді? Чуть-чуть. Кім ақа? Ұмыт оршын, қарасай шаңыраққа. Чуть-чуть емес, аздап же. Ну, да, аздап. Мә, мұнауын қоймайды ғой. Ну да емес, я аздап же. Я аздап. Бәсе, әйтпесе біздің ауылда вообще орысша сөйлеуге болмайды. Енді не істейміз? Үйге айтамыз ба? Қайда үйге? Қаз күт. Сарманың қайсың? Жақсы. Мен де жақсым. Ештеме. Мынау менің інім Арман, соны өзімен бірге алып кетші, бірге ойнасын. Өзім алып кетемін сосын. Бара Арман. Уайымдама, өзіміз алып кетеміз. Ал, бір шаруа шешті. Кеттік. Не жақсы, дүниеде дала жақсы, көп жылқының ішінде ала жақсы. Жақсының аспанында бұлт болмайды, жаманның қадамында нық болмайды. Жалғанда жақсылармен сыйлассаңыз, пештің есігінде қылып болмайды. Жақсы сөзді жаттасаң, хақ болар ақиқат. Ағайынды мақтасаң, жақ болар ақиқат. Жақсы тайды баптасаң, ат болар ақиқат. Үлкендерден бат алсаң, бақ қонар ақиқат. Ендеше бәйгеге шабатын шабандоздарымызға сәттілік тілейміз. Ал ендеше бәйгемізді бастайық. Шабандоздарымызды таныстырсам. Ал ендеше қарсы алыңыздар. Бірінші нөмірлі шабандозымыз Сұлтан, тұлпары бүркіт, Арманның аты. Екінші нөмірлі шабандозымыз Талап шаруа қожалығынан Күрең қасқат атымен Тасқын. Үшінші нөмірлі шабандозымыз Салқар, Саңылақ тұлпарымен Шетен шаруа қожалығы. Төртінші Жандос шаруа қожалығынан Гүлсары тұлпары, шабандозы Санжар. Бесінші Асқақ шаруа қожалығы, жылқысы оқ жетпес, шабандозы Аслан. Соңғы шабандозымыз Сәкен, ауыл жылқысы Айторы. Ер жігіт жүрегін халқына береді, жанын Аллаға тапсырады. Намысын ешкімге бермейді демейме. Сондықтан намысты қолдан бермеңдер. Ал, 1, 2, 3. Қасым, жіберме шаналарды! Қасқа, бір есек па бірдеме алса қайтеді. Осылардың аяқтары кектік ау. Аяқтарының бәрі шан-шан болып құрсын. Ей, Инабат, анау сен сыныптасың емес па да? Шалқармен? Ой, я сол ғой. Шағырым құсап күліп, құттаққандайлардың арасында нағып жүр. Осымен бір класста оқитынды. Өзімді қимен бар ғой. Жүр кетті жақындайық. О, қыздар, қалайсыңдар? Бәйге көруге келдіңдер ма? Ой, Ян, шалқарды қолдап келдік. Онес, жүрегенді кентаврладың бәйге саңар. Кентавр деген не ол? Кентавр деген сендер сияқты денесі адам, аяқтары аттарды айтады. Сондай болған кейін жоғалып кеткен. Сендер де жоқ болып кетпеңдер. Шаршамайсыңдар ма?
Жоқ рахат қой айта. Қайдағы рахат, аяқтардың бәрі шан-шан болып, өкпелерің өшіп. Шалқарсаға не жоқ? Келесі жыл 9 оқимыз ғой. Ой, шаруаларың тез айтыңдаршы, біз де жарысайық. Күшті қайда сығасың? Соны айтам, тігіп қойған жүлделерің бар ма? Бар не? Соны айтам. Әлін тұр ғой. Неге күлесіңдер? Осыған бола өкпелеріңді қолдарың алып шығасыңдар ма? Бір бақалайды жібермедің ба? Сендер қызықсыңдар. Неге расымен атқа қызықсаңдар, сабаға бармайсыңдар? Ол не? Сабақ ол этно кешен балаларды ат спортынан жаттықтырады. Қойшы, ондай да бар ма не? Тағы не бар? Ол жерде атқа отырып үйретуден бастап бәйгеге шабуға дейін барлығы бар. Бәйгеге шабу? Иә, сосын теңге алу бар. Теңге алу? Сонда теңгенің бәрі өзімізде қала ма? Ол жай ат спорт тұр ғой. Кезінде ата-бабаларымыз жаугершілік заманда қолынан түскен қаруларын тез алу үшін жаттыққан. Кейіннен спорт түрінен енген. Сосын аударыспақ бар. Аударыспақ? Иә. Шалқар, сен әдейі істеп тұрсың ба? Қайта-қайталап. Тағы не бар? Қысқасы көп анда асау үйрету бәрі бар. О, мен де барам онда. Атауы қалай еді? Маған да баруға бола ма? Әрине болады. Атауы Саба этно кешені. Қысқасы жігіттер, ауылдан театр ашылайын деп жатыр. Соған өнерлі балалар керек. Мен бармын. Не істеп аласың? Күле алам. Күлші ал. Сен келшемізге жарай ма? Жігіттер, ойланыңдар. Анандай соттың бесеуін алып береміз. Қош, онда барам. Сәлем, қалайсың? О, сәлем, шүкір, өздерің қалайсыңдар? Күшті. Сәлем, жақсы. Күшті болып кетіпсіңдер ғой. Қашан келдіңдер қаладан? Студент болған қалай екен? Да, өзгергенбіз бә? Мә, студент болған күшті ғой. Мықты, бізде де студент болсақ қой. Не аласыңдар? Пицца жоқ па? Мә, сен де сұрадың ғой. Одан да нан алшыш, бүгін нан тегін. Қойш? Нан тегін ба не? Тұрып қалған ба? Сен де айтасың ғой. Тұрып қалған нес? Жақсы жасау дейді бұны. Добрая дело. Дұрыс қонда. Бізге бір сок бер, сосын сағыз, қанша, сосын бір нан. Так. Бес жүз алпыс. Кеттік. Жақсы, рахмет. Сау бол, пока. Сәлеметсің, маған нан бересіз бе? Одан да сок алшыш. Ой, мама мені нанға жіберді ғой. Нан тегін аламын. Мә, нан тегін ба не? Одан да сағыз алшыш. Ой, маған ақша керек. Сау болыңыз. Шынымен нан тегін ба не? Я деймін. Онда болды ғой. Нан бар ма? Бар. Нан тегін ба не? Я деймін. Онда екі берші. Жоқ, әрбір адамға бір өзен. Жақсы, сау болыңыз. Нан неге тегін? Керек па? Беріңізші біреу. Нан тегін ба не? Біреу беріңізші. Нан тегін деген шын ба? Бүгінгі ма? Маған бір нан бере қойшы. Тегін ғой терді? Мә, нан тегін ба не?
жема? Балғын. Жақсы, бір нан берші онда. Мама бар ғой, сен магазинді мақтайды ғой, іші жақсы, тап-таза дейді. Жо, Жансая, ренжіме, мен қарызға жазбаймын. Жақсы, қазір. Бегарс, папа маған велик алып берді. Сол великті 30 мыңға сатам да, үстіне чуть-чуть ақша қосып, электронный самокат алып алам. Самокатты сатып, мопед алам. Мопедті примерно 200 мыңға сатам да, PlayStation алам. PlayStationға 2 ойын қосам да, 500 мыңға сатам. 500 мыңға нормально бір 4 кімді маған ба да. Астында 4 ашық, қалтамда ақша. Пашка, гарч, қалай? Ей, бизнесмендер, жұмысшы керек емес пе? Сар сендер мұнда екенсіңдер ғой? Осында жүр қой, кіріңдер. Кет жүр. Қош келдіңіздер. Қайсы? Қалайсыңдар ей? Қайсыңдар ей? Қайсыңдар? Күш көп болсын жігіттер. Жоқсты болсын сендерге. Көріңдер сендерді. Әкел. Айтпақшы, бекнәрсе өткен жана қожаймен керіс шықтың ба? Қалаға кетіп болған қол, содан кейін әлі көрген жоқ мана одан. Сол сені алып тастайды отыр ғой. Кім айтады? Балдар айтып отыр үй жақта. Екі. Қожа әйтеуір Бекнұрдан 1 жас үлкен ғой. Отырса да реніш жоқ. Сен сияқты өзіне 1 жас кіші балады таяқ жеген жоқ. Мен бе? Таяқ жеген жоқпын мен. Сол уақытта сәл астына түсіп қалған болмаса. Сосын үй жақтан күтіп алдым ғой. Дір-дір айтып тұрды. Бірден. Енді аяғын жинап жүр дедім ғой. Тап солай айттым ба не? Тап солай айттым. Өтірікті айтпаш. Шын айтам. Күн шығып тұр ғой. Мен нан жоқ та кәм стоп тастайтын едім ше. Мадес. Бұйырса кешке футбол, сонда көреміз. Барлық балалар жиналады ғой сол уақытта. Кешке ма? Кешке маған папа баняға барасың деген. Бегарс, қойшей, ондай бір оқиға болмады ғой. Мен сен 24-те жеті қасындамын ғой. Кешке қайттан барып қоян суретін салған деп тұрсың ғой. Айттым ғой, нағын құлағы туылғаннан емес, өтірікті айтып, лапшаны іле-біліп дау болып кетті. Осы екеуі бар ғой, негізі бірін-бірі тауып қосылғанда. Қотыратқа соқырат десе. Айтпақшы жігіттер, сендерді олда іздеп жүр. Неге жай ма? Қаладан ағасы келген ғой. Сары сен өткенде тиістің ғой, соған сияқты. Сары қораға кірді. Қош, онсыз да қорада отыр ғой. Бегарс, саған дауа жоқ ене қойшей, балдар, қыздар деп айтты ғой. Бейка, қауіпті адам екенсің де? Жігіттер, тез бітірек кешке дейін. Сосын футболға барамыз, футбол ойнайық. Айтам, өткенде мен осындайды бар ғой, жалғыз өзім 2 сағатта өтіріп тұрдым, білесіңдер ме? Давай, істепсекші. Жоғары лақтыршы, төмен лақтырасың. Ой, қойыңдашы, іш пысты. Одан да тик-ток түсірейік. Давай. Қандай тренд түсіруге болады? Давайте мынаны түсірейік. Ой, ол тренд емес ғой, басқасын түсірейік. Неге? Одан да мынаны қараңдаршы. Қазір көрсетем. Бастап түсір жатсың ба? Ой, түсіріп отыр. Бастасаңдар. Ендеше достар, сіздермен бірге бүгін мен Шарпани, Шопи, Дияш және Арманчик. Достар, бүгін біз ерекше тағамның рецептісімен бөлісетін боламыз. Және тамақтың атын сіздермен бірге қоятын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ол үшін бізге су керек. Сосын таза топырақ саламыз. Топырақты таза салама, балшық деген өзі лас емес пе? Суға жапырағымызды саламыз. Так, араластырамыз.
оған дәмін келтіріп жапырақтарды үгітіп саламыз. Иісін қараңыздар. Иісі деген бөлек енді айтамадым достар. Мә, бұрындарын жасамасын келдің. Ал енді тамағымыз дайын. Атын не деп қоямыз? Ламық. Қойшы Арман, одан да тағамымыздың дәмін татамыз. Енді балық сөйлемейтін шығармыз. Өтірден былай қара. Арман, қалайсың? Арман, қалай ойнадыңдар? Сендер не балшық жегенсіңдер ма? Арман, сен жеп қойған жоқсың ба? Қой жоға, жарым емеспіз ғой. Ой, анама сенде немере қайдан тауып берейін? Жүр кеттіге қайтамыз. Арман, қасы, қазір лимонад жасаймыз. Рахмет. Шықты ғой. Алдай Арман ұйықтады ма? Иә, аузын ашып ұйықтап отыр. Жеңген қалай? Білдіртпейді, бірақ сол баяғы байыммен жүр. Қысылма, балдармен хабарластым. Олар ертең келеміз деді. Сондықтан ертең жеңген көңілге көтеріңкі болады. Жұмыс бітіп қойымды ма? Сағыныш. Осымен бәрі бітті. Қойылым да, арман да, қала да бәрі жайында қалды. Сен қолынан түк те келмейді. Олай демеңіз, жеңгем. Керісінше барлығы енді басталды. Ал, қандай қолын қоямыз? балалар фильмінің премьерасы көрерменге жол тартты. Сонымен қатар 20-ға жуық қыз бала тұңғыш толық метражды фильм көрерменді бір жылатып бір күлдірді. Бұл жас талап өнер білім орталығының Тырнақалды туындысы. 2 жыл бұрын Зачаган кентін. Қызым, не болды? Ұзақ ойландым ғой. Ештеңе. Айт қане. Әлде аңсар ренжітті ме? Жоға, қайдағы? Просто ауылда қойылым қойып жатқанымды білесіз ғой.
ол жерде кілең оқушылар ойнайды да, үлкен кісінің рөлін ойнайтын адам таба алмай жатырмын. Ешкім келіспей жатыр. Жүр қызым. Саған кім керек екенін мен білемін. Жүр. Сәлем, қалайсың? Күшті, өздерің қалайсыңдар? Мә, бүгін көбі көрінбейді ғой? Қалайсыңдар қыздар? Сәлем. Қалайсыңдар? Ассаламағалейкум. Мә, балдар сендерде бүгін қойылым емес пе? Жоқ, қойылым ертең қойыңыздар. Домбыра, бүгін өлең айтамыз ба? Ой, сен айтма. Сол айтам. Сен айтсам бір қайдағы жоқталар есіме түседі. Қойш. Алдында өтеген ағай мақтады ғой. Ол ағай қайдан білсін? Еңбектен бермей ме? Болды. Ағам, өзін айтшы. Қандай ән? Көз моншағың қолындағы, көз моншағың өзінікі. Қарақат көздеріңе көрмегендер қызығыпты. Маған деген мас көңілің әлде кімнен бұзылыпты. Көз моншағың қолындағы, көз моншағың өзінікі. Ағау, ауыл туралы айтасыз ба? Студент болып жүргенде ауылды қатты сағынатын едік. Сол ғой, қалада жүргенде ауыл сағынасың. Ауылға келсен, кеткің келмейді. Айтпақшы, сендер бәрің студент екенсіңдер ғой да? Ал онда тыңдаңдар. Өскен жүрген ұям бәрінен бек бағасы. Жайықтай жайдары ағынды судың жағасы. Көк шалғын белі бар орманның қалың ағашы. Ауылым кең далам, мен сол даланың баласы. Ауылым ай жердегі жанатым, мен өзіңе қайта көшемін. Көрпе төсеп қарсы алатын өлең төсегім. Еш қалаға мүлдем тең келмейтін, бәріне де ашық есігім. Қошағында мәпелейтін алтын бесігім. Сағындым ауылым, самал желескен далаңды. Сен жайлы саламын көккеде жатқан баранды. Естейсің білемін ер жетіп өскен балаңды. Шет кетсем өзіңнен көретін күнім қараңғы. Ауылым ай жердегі жаннатым, мен өзіңе қайта көшемін. Көрпе төсеп қарсы алатын өлең еш қалаға мүлдем тең келмейтін, бәріне де ашық есігім. Қошағында мәпелейтін алтын бесігім. Балам, ән тұр ғой, күн жарық қой. Бар. Ана серік ана, біздің үйдің артында бір жылқы тұр ғой, сенің жылқың кес пе? Ана біздің неге сүйеніп тұр ғой, қораның артына. Ана құттаған ба табанының астынан қарандаш жүйрап апарып, жүре алмай қалады, ертең шаба алмай. Аңсар тұрған соң Арманға тамақ бер жарай ма?
Мен мәдениет үйіндемін, бүгін спорттың соңғы күні екен, білесің ғой. Келіп тамашала, давай. Ауылым ай жердегі жаннатым, мен өзіме қайта көшемін. Көрпе төсеп қарсы алатын өлең төсегім. Еш қалаға мүлдем тең келмейтін, бәріне де ашық есігім. Құшағында мәпелейтін алтын бесігім. Құшағында мәпелейтін алтын. Неліктен жақсылықтың бастауы азайып бара жатыр деп ойлайсың? Келіме берейін. Ой, келіме берейін. Асқан шағын. Құрметті ауылдастар, бүгін міне біздің ауылымызда тамаша дүние болды. Мен өзім ризамын. Әсіресе замандасым Райханға қатты ризамын. Мына ауылдастар көбі білмес, Райхан кезінде ауданымызда халық театрында ойнаған. Кейін тұрмысқа шығып, бәрін қойып, сахнаға шықпай қойған. Біздер көндіре алмадық. Енді міне араға бірнеше жылдар салып, өнерге деген махаббат оянып, сахнаға қайта шығып тұр. Ал осы сахнаға шығуға көндірген Сағынышқа көп-көп рахмет. Балаларға сәттілік тілейміз. Біз қолдауға дайынбыз. Құрметті ауыл тұрғындары, сіздерге алғысым шексіз. Баршаңызға көп-көп рахмет. Ең әуелі осында келіп, мені ең бірінші күннен қолдаған апама рахмет. Одан кейін Олдаш бастаған оқушыларға көп-көп рахмет. Бүгін менің арманым орындалды. Менің арманым осы, таңдауым да өнер болған. Енді осы ауылға келіп, мен біраз нәрсені үйрендім. Сондықтан сіздерге ауылды ауыл ретінде сақтап қалғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Ендігі менің арманым осы ауылға деген махаббатымды арттып, театр өнерін дамыту және де осы ауылдың ең сүйікті келіні атану. Сағыныш, жолдарың болсын. Ауылдың намысын жібермеңдер. Әмин. Ал, балдарым. Ақ жол, жүлдемен оралыңдар. Сәттілік серіктерің болсын. Ал, қалай жас талап, өнер білім орталығы жасай берсін. Ақ жол аман барып сау қайтыңдар. Әмин. Жандар, кел. Бар. Жан, кел. Бол, жүріңдер.